Мерей датасы қарсаңында салтанатты жиналыс өтіп, фойеде тақырыптық көрме ұйымдастырылды. Экспозиция Ұлы Абай мен оның замандастары жайлы, тұңғыш президенттің біздің қалаға сапары жайлы, тәуелсіздік символы теңге туралы, жеріміздің кең байлығы жайлы, қаланың, облыс және республикамыздың жетістіктері туралы сөз етеді. Халықтар достығы үйі мереке меймандарын қазақтың маңызды салт дәстүрі тұсау кесумен таныстырды. Ридзердің дамуы, оның ішінде егемендік жылдарындағы оның әлеуметтік экономикалық жетістіктері туралы әкім Дмитрий Горьковой айтып берді. Қала басшысы ридзерліктерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтады. Уважаемые участники торжественного собрания. Салтанатты жиналыстың құрметті қатысушылары. Биыл біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап жатырмыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу аясында жыл басынан 500-ден астам түрлі көпшілік шаралар өткізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде арнайы айдарлар ашылды. Қала тұрғындарына жергілікті кәсіпкерлердің, өзге өңір кәсіпкерлерінің жәрмеңкелері 16 желтоқсанда өткізіледі. Спорт және мәдени шаралар өткізіледі. Құрметті ридзерліктер, Қазақстанның тәуелсіздігі жылдары Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 жылдық көшбасшылығы дәуірінде біз толық сеніммен Қазақстан егеменді, зайырлы, демократиялық мемлекет ретінде үлкен жетістіктерге жетті деп айта аламыз. Ұлт көшбасшысының сауатты саясаты әлеуметтік экономикалық саланы ілгері дамытты. Қазақстанның егемендігі ғасырлар арманы. Сол арманға барлығы жете бермейді. Біздің басты мақтанышымыз әр жетістігіміз ол тәуелсіздік. Баршаңызды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Гүлдене берейік, тәуелсіздігіміз ұзағынан болсын. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. Бұл қазақстандық мемлекеттіктің және тәуелсіздіктің жандануын білдіретін маңызды дәуір. Ридзер тұрғындарын еліміздің басты мерекемен Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Шәкәрім Боқтығұтов құттықтады. Жергілікті құрметті Ридзер қаланың тұрғындары, өзімнің атынан, Даниял Күлжетаевичтің атынан, Шығыс Қазақстан облысының әкімінің атынан сізді келе жатқан ұлы мерекемен тәуелсіздік 30 жылымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Баршаларына тек қана зор денсаулық, бақыт тілеймін. Қазақстан мәңгілік ел болсын. Еңбек ерекшелігі медалімен, мемлекеттік марапатпен Елена Агешкина ескерілді. Күміс алқамен Анастасия Цыба марапатталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы мерейлік медалімен 30 ридзерлік марапатталды. Ридзер әкімі атынан ондаған мадақтамалар лауазымдық міндеттерін адал атқарғандары үшін, қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлестері мен жоғары кәсіпқойлықтары үшін табысталды. Спорттың дамуына қосқан үлестері үшін сахнаға бапкерлер Әділжан Дюсупов пен Еркебұлан Сейілханов, олардың тәрбиеленушілері 2021 жылдың гір спорты, дзюдо, армрестлинг және пара армрестлингтан әлем чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері шақырылды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен ридзерліктерді қалалық мәслихат хатшысы Евгения Нужных құттықтады. Белсенді депутаттық әрекеті және өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан айтарлықтай үлесі үшін парламент сенатының құрмет мадақтамасымен Виктор Стрипков пен Оралхан Мұсаев марапатталды. Ридзерлік қалалық Нұр Отан партиясы филиалы төрайымының бірінші орынбасары Юлия Титарева тәуелсіз республикамызға және оның тұрғындарына одан әрі гүлденуін тіледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет саласындағы белсенді партиялық қызметі, ұлт көшбасшысы, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың стратегиялық курсын жүзеге асыру үшін жоғары партиялық марапатымен, белсенді әрекет үшін төсбелгісімен Григорий Наговицын марапатталды. Белсенді партиялықтар Шығыс Қазақстан облысы Нұр Отан партиясының облыстық филиалының басшысының атынан алғыс хаттарын алды. Құттықтау сөзімен қала әкімінің сыйлығына Ридзер жастары байқауының жылдың үздік жас дарыны номинациясының жеңімпазы Мейірім Садықбек шықты. Сонымен қоса, Ульбы шекаралық заставасының бастығы подполковник Ардақ Жанбеков сөз алды. Плодотворная совместная работа пограничной службы и
Акимата города Риддер. Риддер әкімдігі мен шекаралық қызметтің жемісті бірлескен іс-әрекеті Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғары бағасын алды. Бүгін маған Риддер қаласының лауазымды тұлғасын Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі комитеті төрағасының бұйрығы негізінде марапаттау құрметі бұйырып, шекаралық қызметке көрсетілген көмегі үшін, шекараны үздік күзеткені үшін Риддер қаласының әкімі Дмитрий Горьковой марапатталады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған салтанатты жиналыс үлкен концерт бағдарламасымен аяқталды. Риддерліктерге музыкалық сыйларын қаланың үздік хореографиялық және вокалдық ұжымдары, балалар музыка мектебінің педагогтарының аспаптар ансамблі дайындаған. Сахнадан туған Қазақстанымыздың тәуелсіздігінің мерейтойымен шын жүректен айтылған құттықтаулар және тілектер айтылды. Бейбіт аспан, барша қазақстандықтарға бақыт және отанымызға гүлдену.